Алло. Дарылдай берме, сөз күтіп, сөз пікір алмасу деген болу керек қой, сен бір жақты дарылап отыра берсің. Сен тыңдап отырсың ғой, бағанадан бері тыңдап отырсың, сен дейтін өзің. Сен тыңдап отырған жоқсың ғой, мен сенімен сөйлескен жоқпын бағанадан бері. Бағанадан бері тыңдап отырсың, сен артымыз. Айтшы, не деген келіп тұр, айт. Атеистерде ұлт жоқ деген әңгімең өтірік. Сразу айтайын. Атеистерде ұлт бар. Мен мысалы қазақпын. Айтшы, өтірік емес, айта бер. Мен сөзіңді өтірікке шығарып тұрмын ғой. Мен қазақпын. Жарайды. Сендерде сауап күнә деген бар ма? Бізде сауап күнә деген жоқ, жақсы жаман деген нәрсе бар. Оны қақтан білеміз сен, жақсы жаман деген нәрсеңді енді? Жақсы жаман деген нәрсе былай болады. Сен зиян тигізетін болсаң, яғни біреуге зиян тигізетін болсаң, ол жаман болады. Яғни біреуге азап келтірсең, ол қиналуына әкпесең, ол жаман болады. Неге оны қақтан білдің сен? Өйткені ол нәрсені сен былай өмірдің өзінен үйренесің да, бір жамандықты жасайсың, ол жамандық саған қайтадан тиеді. Немесе біреуге зиян шеккеннен сен де зиян шегесің. Осындай нәрседен сен байқайсың оны. Ол жануарларда да бар. Бауырым, бәрін жақсы жаманды айырған, оның бәрін біздің алдымыздағы адам жаратылғаннан бері айтылған. Мысалы, адам ата мен Хауаның баласы бір-бірін өлтірген, оны көму деген процесс. Кім дінге сенеді, осы процесстер бар. Ал кім сенбейді, процесстер жоқ. Көму деген нәрсе. Қара, мысалға, дін жоқ, ел бар ма, айтшы. Көму деген нәрсе ол адам атаңнан шыққан нәрсе емес. Көму деген адам атадан шыққан. Ол сендердің версияларың бойынша. Жоқ, версиям тыңда. Христиандар көме ма? Көмеді. Яхудилер көме ма? Көмеді. Ол қара, енді оларда мынандай принцип бар. Адам топырақтан жаратылды, топыраққа қайтарыласың. Құранда да аят бар. Сенбейтіндер де көмеді. Жоқ, кім айтшы? Кім? Сақтар адам топырақтан жаратылды дегенге сенген бе? Мұсылман болған ба сақтар? Сақтардан кейінгілер мұсылман болған. Сақтар мұсылман болған ба? Мысалы, сақтар оның алдында, тас ғасырындағы адамдар, мысалы, қола дәуіріндегі адамдар мұсылман болған ба? Жоқ, бұл жерде қара, сен анаяққа кетіп қалдың ғой, қашыққа қарай. Жоқ, солар енді адам атадан бері басталады, сенің тарихың адам атадан бері басталады ғой. Сол жаңағылар мұсылман болған ба? Сол қола дәуір, тас дәуіріндегі адамдар мұсылман болған ба? Жоқ, қола дәуір, тас дәуір деген нәрсе жоқ. Адам атаның дәуірінен бастап мұсылмандар бар. Сонда сендерде дін бар, тарих жазған ғой, атеист. Жоқ, тарих бар, атеистердің жазған тарихы бар. Атеисттің тарихы өтірік. Түсінің ба? Ол дәл теория сказка ғой. Сенің қара, жаңағы атеистердің тарихы дейсің, олардың қазба деректері бар кәдімгі, ғылыми методтары бар. Сен адам атаңа дәлел келтірші. Жоқ, сен ғылыми методың теория ғой, ешқандай практика жоқ. Практика жоқ дейсің сен. Мысалы, қазып алынған сүйектердің жасын қалай анықтайтынын білесің бе, қанша жыл бұрынғы екен? Жоқ, ол саған қызық қой, ол биологтарға қара халық оны білмейді, санасына кірмейді ол. Сен өтірік айта берме, анау арбен бірдеңе лақтырма сен пікіріңді. Жоқ, қара халық білмейді екен деп не жоққа шығарып тастайсың ба не? Енді қара, атеизм бар ғой, енді атеистті қара, атеизм ғой, сен ұстанып тұрған принцип атеизм. Сталин атеист болды. Дұрыс па? Болды ғой, халықты қырды ма? Қырды. Берия бар ғой, Берия қасындағысы. Халықты қырды ғой да? Қырды. Оларда баланс жоқ. Адамда мынау күнә, сауап, ондай жақсы, жаман деген баланс жоқ. Қара бауырым, сен қоғамға қауіптісің. Ел ешқашан дамымай. Лениннің пікірі, Дарвиннің. Осылар ғана ұстаған. Тұра тұр. Енді қара, Аллаху акбар деп бауыздап атқан мұсылмандарды көрдік қой, сендерде бәрің сондай адам бауыздағы жауызсыңдар десем дұрыс па? Жоқ, кім бауыздады? Игелдің видеолары бар, Аллаху акбар деп адамдардың басын кесіп тастаған. Сендер бәрің сондайсыңдар десем дұрыс па? Жоқ, бәрі емес қой, қара. Атасы бар ма? Исламның атасы істемейді ондай. Ақымақтар істейді. Ақымақ па Сталин? Қара, адам өлтірмеген, сен халифатты тарататындар адам өлтірген жоқ па? Жоқ, сен көшпей, ары қарай көшпей. Пайғамбарың адам өлтірген жоқ па? Жоқ, өлтірді. Дұшпандарын өлтірді ғой. Дұшпан, оған сен мысалы саған біреу тіл тигізіп бір жаман сенің артынан өлең жазатын болса, соны өлтіріп тастайсың ба сен?
жоқ, ол сен уақытты қателестірме, сен қазір заң бар, заман бар. Жоқ, тұра тұр, сен солай істейсің ба? Мысалы, сені біреу жамандап сыртынан өлең жазса, бір ақын, соны өлтіріп тастайсың ба сен? Олай болмайды, қазір олай болмайды ғой. Қазір олай болмайды. Иә, бұрын болатын бе еді? Ол сол кездің әмірі. Ол сол кездің әмірі, басшысы сол кездің. Ол дұрыс па, дұрыс емес қара па? халық ол кезде де істеген жоқ. Қара Дұрыс халық па, дұрыс емес па? нені? Біреу сен сыртынан жамандап өлең жазса, сол өлең жазған ақынды өлтіргізіп тастау дұрыс па? Кім айтты, кім өлтіргізді? Пайғамбарың өлтіргізген. Жоқ, ол басшы ғой сол кездің басшысы. Қазір Тоқаев сені өлтіріп тастайды. Енді сол дұрыс па, дұрыс емес па, айтсай маған. Дұрыс, ол өзінің басшы. Қазір Тоқаев сені өлтірсе дұрыс, оныкі болды. Сені қақтап тастайды. Сонда басшы екен деп ойына келгенін істесе бәрі дұрыс бола ма? Ойына келген емес, ол уақимен істелген нәрсе ол деген. Түсіндің ғой? Ол жерде ешқандай да уақи. Сонда сенің құдайың біреу жамандап өлең шығарса өлтіруге бұйрық беретін жауыз ба не? Жоқ, ол өлтірген жоқ. Қай жерде өлтірді? Айтып берші. Кімді өлтірді? Каб ибн Ашрафты білесің ба? Жоқ, айтшы, қай жерде жазған ол? Каб ибн Ашраф деген адамды білесің ба, ақынды? Жоқ, білмеймін. Айтшы, қай жерде жазылған айтып. Соның өлтірілуі деген бар. Кім жазған ол? Сахих хадистерде келеді. Пайғамбардың өмірі деген ашасың ба? Давай. Айт. Давай қазір. Сахих хадис, Бухари, Муслим, қайсысын айт. Бухарида бар. Бетін айт. Айтамын қазір. Не деп жазатын, айт соны көрейік. Сен жаңағы баяғы жоқ нәрсені адамның 40-37 Сахих аль-Бухари 40-37 хадис. Мен саған қазір діни басқарманың кітабынан ашып беремін даже. Маған қызық емес, қаққашы айта беремін. 40-37 хадис Сахих Бухари. Не деп тұр? Оқып берейін ба саған? Оқып берейін. Міне қара. Однажды Джабир бин Абдуллах, тыңдаса енді, Джабир бин Абдуллах деген сахаба жеткізген. Бірде Аллахтың елшісі, оған Аллахтың сәлемі болсын, былай деп сұрады дейді. Кім Каб бин Ашрафты өлтіргісі келеді? Ол Аллах пен оның елшісіне тіл тигізді дейді. Осыны естіген Мұхаммед бин Мәслама деген сахаба орнынан тұрып, Аллахтың елшісі, менің өлтіргенімді қалайсың ба деді. Пайғамбар иә деді. Онда мен бір нәрсе айтайын деді. Айт деді. Ол айтты, бұл адам шынымен поистине это человек требует у нас садаку и причиняет нам страдания дейді. Бізге зиянын тигізеді. Занять у тебя дейді. Қара, зиян тигізеді, дұрыс па? Зиян тигізеді деп. Иә, бізден садақа сұрап. Енді біз мынандай нәрсеге иман келтіреміз, бауыр. Біз мынандай нәрсеге мұсылмандар мынандай нәрсеге иман келтіреді. Қара, тыңда. Мұсылмандар пайғамбар өз ойынан сөйлемейді, оған уақи берілді деген сөз бар. Түсіндің ғой, біз осыған иман келтіреміз. Ол кісі өз ойынан сөйлемеген, оған Аллахтан берілген уақи. Енді ол адам зиян беретінін пайғамбар алейхиссалам ежелден білген, сосын өлтір деген шығар. Түсіндіңіз ғой да? Дұрыс, иә. Короче, сенің дінің бойынша біреулер сен жамандаса өлтірсең болады. Иә, сендер мұсылмандарда сонда біреу сендер жамандап өлең жазса, тіл тигізсе, өлтіріп тастасаң да болады ғой. Жоқ, олай емес. Сенің сол жаңа түсінігің сол ғой. Сенің түсінігің дәл жаңа Берия, Сталин, Ленин, сендердің ой пікірлерің сол жерде шықпа. Сендерде өте баланс жоқ. Сен Берия мен Сталиннің маған не қатысы бар екенін айтасың ба? Атеист қой. Иә, енді қара. Сен сол дәрежеге барсаң, мен саған қазір мен пайғамбарым мен Сталиннің екеуінің бірдей екенін айтайын ба? Не екен? Айтпай-ақ қой, айта бер, айтшы. Сталин де өзін жамандағандарды өлтірген, пайғамбарың да өзін жамандағандарды өлтірген. Не разница екеуі? Жоқ, өлтірген деген емес. Пайғамбар массовый адам өлтірмеген ешқашан. Массовый адам емес, бір адамды өлтірудің өзі достаточно. Қара, бауырым, мүмкіндік болған. Иә, ең батыр сахабалар сол уақытта болған. Бірақ жасырын бар, біреуді өлтірген жоқ қой. Каб бин Ашрафты алдап шақырып алып өлтірген. Қара, енді қара. Сол жердегі Абу Жахил бар, басқасы бар, олардан күші 100 есе сахабалар болған. Бірақ олар жаймен тығылып барып өлтіруге мүмкіндік болған ғой. Бірақ олар өлтірмеген өйтіп. Каб бин Ашрафты алдап шақырып алып, мен сені шашынан иіскеймін деп тұрып, шашынан ұстап тұрып, сөйтіп сенің ақпаратың бар ғой. Иә, 200% өтіп болу, 105, 200 өтіп болу да мүмкін. Мүмкін дейсің ба? Онда мен саған діни басқарманың кітабын ашып беремін сол жерден. Енді тұратыр, енді қара. Сен ертең атеистсің ғой, сен басшы болсаң, сен басшы адам өлтіресің. Сенің пайғамбарың өлтірген сияқты деп айт.
жоқ. Менің пайғамбарым ешқашан массовый адам өлтірген емес. Ешқашан әділсіз. Массовый адам өлтірген жоқ па? Анау нені бір тайпаны қырып тастағанын білесің ба? Бану Құрайза деген тайпаны. Болды, қырып тастаған ешқайсысын. Бану Құрайза деген тайпаны қырып тастағанын білмейсің ба? Білмейсің ба, сен өтірік ақпарат айтпаса, сен өтірік ақпарат не істейсің айтып, сен сол жерде болған адам сияқты сөйлейсің ғой, білесің ба, осы жерде видеосы бар деген. Мен енді қара, бауырым қоя қойшы. Сен бері қарай қайта қой. Жоқ, сен өзің пікіріңе қайта қой. Нағыласың, сен өзің сенімің дәлелдесей. Тұра тұр, сен Сталин мен пайғамбарың бірдей екенін мойындайсың ба? Мойындамаймын, неге мойындайсың? Сен мойындайсың ба деп екеуі де бір өзіне қарсы сөйлегендерді өлтіріп тастаған ғой екеуі де. Сенен қара, сенен әріп алмаймын мен. Сенің әрібіңді шын деп түсінбеймін мен. Екеуі де өзіне қарсы адамдарды өлтіріп тастаған ғой, что там? Кім бауырым? Қара сен. Сталиннің кезінде ешкім әңгіме айта алмаған ешкімге, өйткені өлтіріп тастайтын болған. Ешкімге емес, айтқандарды өлтірген. Сенің қанша тұлғаларың пайғамбарың да тура солай істеген. Не разница екеуінде? Істемеген, сенде факты жоқ қой, өтірік сөз сенікі. Факты бар ғой, мен саған қазір діни басқарманың мақұлдаған кітабынан скрин әкеліп беремін. Әкеліп бер де лақтырып жібер. Отыра тұр, қазір мен саған кімді, Кабин Ашрафты қалай өлтіргеннен кейін не айтқанын шығарып беремін қазір діни басқарманың кітабын. Осындасың ба, қара. Мынау пайғамбардың өмір баяны деген кітап. Енді бауырым қара, сенің ақпаратыңды міне қара, Хазіреті Мұхаммед алейхиссаламның өмірі деп аталатын Түркістан кітап үйінен шыққан пайғамбардың өмірі туралы кітап бірінші басылым. Бұл кітаптың келесі бетінде былай деп тұр: Түркістан мәдениет қорына қарасты Түркістан кітап үйі баспасының кітаптары турасында деп Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының орынбасары шейх Мұхаммед Хусейн Қажы Алсабеков бұларға одобрение берген. Яғни бұл кітап шынымен де сапалы діни басқарманың рұқсатымен шығарылған туралы. Осы кітаптың 229 бетінде былай дейді. Қара, 229 бетінде былай дейді. Міне, жаңа мен айтқан Муссаляма деген сахабаның кімді қалай өлтіргені, Кабин Ашрафты қалай өлтіргені туралы тұр. Міне, былай дейді. Ибн Маслама осы күнге дейін мұндай әсем хош иіскемедім деп Кааптың жанына барды. Каап арабтың ең иіскесем бола ма деп сұрады. Каап еңкейді. Массаляма радиаллаху анху оны басынан ұстап достарына ұрыңдар деген белгі берді. Алғаш қылыш соққысында ол қатты айқайлады, бірақ өлмеді. Сосын оны Хазіреті Масляманың өзі қанжармен өлтірді. Каапты өлтірген мұжахидтер тез арада ол жерден кетіп Мәдинаға келді. Пайғамбарымызға сүйінші хабарды айтқанда пайғамбарымыз Алла тағала шүкіршілік етіп мұжахидтерге дұға етті. Кааб бин Ашрафтың өлтірілуі яһудилерді қатты қорқытты. Өйткені Кааб сияқты көсемдері өз бекінісінде өлтірілгеннен кейін қалғандарды өлтіру дұшпан үшін бір сәттік іс еді. Таңертең бүкіл яһудилер жиналып пайғамбарымызға барып түнде болған жағдайды айтып шағымданды. Пайғамбарымыз сол кезде міне қара не деп айтқан: ол бізді әрдайым мазалап, бізге қарсы өлеңдер айтатын деген. Егер сендердің іштеріңде кім осылай жасайтын болса, біліп қойсын, оның жазасы қылыш деген. Осыдан кейін яһудилер қорқып пайғамбарымыздан қайтадан келісім жасады дейді. Басыңнан иіскейін деп тұрып пышақтап өлтірген сенің сахабаларың. Енді қара. Сенің ана өтірік шығар. Өтірік сен жазып, заранее дайындап қойған материалдар. Мен саған бетімен айтып отырмын ғой, Түркістан кітабы, мына кітапты скриндап ал мынаны. Қарайықта енді. Жоқ, қара. Скриндамаймыз, қараймыз, қара. Сенікі өтіріктің үстінде құрал ғой. Сенің теорияң сияқты өтіріктің үстінде құрал. Мына өтірік па, діни басқарма өтірік кітап шығарып жүр ма? Өтірік. Жоқ, сен ана жерің қазір қолыңда тұр ғой, бүткіл нәрсені дайындап, заранее қымадабы өтіріктен істеп қойып. Діни басқармаң өтірік кітап шығарып жүр ма сонда? Жоқ. Сен аналар жазуларың өтіріктен жазуы мүмкін ғой. Ана жақтан алып печат қойып қамадабы. Давай, бетімен мынаны скриндап ал да, сен қазір бетімен түсіргіш бар. Енді не істеймін, тұратыр енді. Факті не бұл жерде? Бір адамның өлімі ма? Сен пайғамбардың қарсы, бір адамды өлтіру оңай ма не? Жоқ, соны айтқым келіп тұр ма сен? Конечно. Егер ол өлтірген болса, егер ол естіп жатыр ма? Ол түсін бірдей екен пайғамбарың мен Сталин? Жоқ, сен дұрыс па, мойындайсың ба, ондай нәрсені айтпасай сен. Енді екеуі қарсы сөйлеген адамдарды өлтіріп отыр ғой. Жоқ, мың рет зерттеледі сенің әңгімелерің, сенің фактілерің қойылған бар емес па? Өйткені ол өтірік болуы мүмкін. Сосын сен былай айтпа. Енді осыны мойындайсың ба? Зерттеп келді. Осындай ма деп айтпа. Давай зерттеп келді. Уақыт кетті саған зерттеп келді. Енді тұратыр енді сен өзіңдікін айтшы. Эволюцияңды айтса енді сен
Эволюцияға не болып? Эволюцияңды айтсай, сен дінді не істейсің? Bir нәрсені жамандау арқылы, біреуді жамандау арқылы өзіңді Эволюцияға не әңгімең бар? Не әңгімең бар сен эволюцияға айтшы. Сен бағана маймылдан жаратылды дедің ғой. Иә, адам маймылдан бір Маймылдан жаратылды оқымадың ба не дедің ғой. мектеп оқымадың ба не? Енді мектеп оқыды, мектептегі мұғалімдер бұл деген дұрыс емес деп айтты мұғалімдер бізге. Онда сенің мұғалімің таза арамза қылмыскер болған деген сөз. Қанша мұғалім, қазақ мұғалімдері бәрі солай айтты бізге. Сенің мұғалімдерің саған қастандық жасаған адамдар онда. Енді қара бауырым. Енді және олар заң бұзушы. Маймылдың хромосомасы мен хромосомасын қоссаң, не болып шығады? Хромосоманы қайтып қосасың сен? Білмеймін ғой, ананың спермасын алып мынаған жатырына салсаң, адам не бірдеңе пайда бола ма? Мен солай пайда болады деп айтып жатыр ма? Сен алдымен бетін ашып оқымайсың ба? Қалай деп айтқың? Жоқ, сен айтсайын дәлелдесе, сен оқығансың, мен не істеймін оны оқып, сен оқығансың, оқаң дәлелдесе енді. Енді қара, сен еще оқымайсың. Мен оны оқып не істеймін деп айтасың да, еще маған айтсай дейсің. Сен сонда саған керек емес нәрсені мен саған нафиг айтып отырмын. Мен нәрсені қалай оқимын мен? Енді онда неменеге сұрап отырсың менен оны? Жоқ, сен бағана дәлелдемекшісің ғой енді адамдар, қазақтардың бәріне, короче, адам маймылдан жаратылған, эволюция анау мынау. Жоқ, сен қара, сендер неге осындай андай біреудің уақытын құрметтемейтін адамсыңдар деймін да? Сен айтып отырсың, ол маған керек емес, мен оны іздемеймін, маған қажет емес дейсің, бірақ дәлелің бар ма, айтшы анау мынау дейсің. Саған керек емес болса, зачем сұрап отырсың оны? Сен не дәлелдемекшісің енді, сен тек осы дінді жамандамау үшін. Саған керек емес қой оның дәлелі, саған дым да керек емес қой, не сұрап отырсың сен? Жоқ, енді сен дінді жамандау үшін түсініп жүрсің да? Сендердің діндерін кім жамандап отыр? Жоқ, сен енді не айтып отырсың? Өзіңдікі дәлелдеу үшін отырсың ба, не үшін отырсың сен burada? Жай әңгіме айтып отырмыз өзіміз, атеистер жиналып. Әңгіме айтып отырған жоқсың ғой сен. Сен дінге тиісіп отырсың ғой. Бір емес, екі емес, не деп тиістік дінге? Сказка, анау. Сен біреудің сенімде нең бар сенің? Сказка деп неге айтасың? Ертегі деп айтсаң, ренжисің ба не? Сенікі де ертегі ғой. Мейлі айта бер, мен саған ренжімеймін ғой. Сен ренжімейсің, қалай ренжімейсің? Солай, сенің пікірің ғой ол. Болмайды ол, сен өзіңнің жаңағыдай мусор идеяңды халыққа еще сенің пікірің негізі неге стилистикалық жағынан келмейді. Мысалы мен ертегі деп неге айтамын? Себебі ол стилистикалық жағынан келген кезде ол ертегі деген жанрға келеді. Әдебиетте ертегі деген жанр бар. Сол жанрға келеді. Ертегі деп неге айтады? Себебі ол мына тылсым әлем сияқты, физиканың заңдылықтарына, біздің заңдылықтарға бағынбайтын бір ғажайыптар болып жататын оқиғаларды ертегі деп айтады, дұрыс па? Осы категорияға сенің қиссаларың келеді ғой? Құранда шыбының жаратылысы бар, масаның жаратылысы бар, түйенің жаратылысы бар. Оны осы кезде ғана біліп жатыр ғой? Осы кезде ғана біліп жатыр? Нені осы кезде ғана біліп жатыр? Шыбынның мысалы. Шыбында асқазан болмайтын енді біліп жатыр. Сонда бұрын асқазан болады деп ойлап жүрген бе? Қайықтан шыққан нәрсе ғой, қайдан тауылды ма? Жоқ, білмеймін ғой. Бұрындағылардың бәрі енді барлық жаратылған нәрсе асқазан болады ғой. Қойшы. Да, қой емес, оқымадың ба не? Ё-май, оқымаппын, қайдан оқысам болады? Биология оқыса енді сен айтқан. Не? Биологияны оқиын жарайды, не деп іздейін? Білмеймін ғой, іздей берсейші енді. Бүткіл жаратылған нәрселердің бәрінде асқазан бар. Шыбында асқазан жоқ. Я, масаның да нелері бар. Масаның бәрі шақпайды. Онда аят бар ғой дейді. Ара бар. Масаны не қылмайды дейді? Масаның барлық түрі шақпайды. Олда да бар, аятта бар. Ара бар. Құранда қанша аят бар ара туралы? Не, ара, ол Құран келмей тұрып, Құраннан 2000 жыл бұрын египеттіктер ара өсіріп, мысалы, омарташылықпен айналысқан ғой? Ара туралы айтатын бірдеңе бар ма не? Жоқ, ол жерде жоқ. Ол жерде жоқ. Араның механизмі туралы. Енді қара. Білесің ба, ара адамзат енді қара. Бауырым, ислам елдің өркендеуіне үлкен үлес қосады. Неге? Қоспайды. Хадисте айтады. Кітап жазылды. Өтірік екен ғой? Сен айтқан өтірік екен ғой? Сен айтқан өтірік екен. Мен іздедім міне. Тұратсайшы енді. Тұра тұр, мен жаздым бит Гуглға. Тұра тұр. У каких существ нет желудка деп жазып едім. Карповые рыбы дейді. Сазан, лещ, плотва, яз. Даже балықтарда жоқ екен ғой асқазан. Не өтірік соғып отырсың? Асқазан қорытатын жерлері бар ғой, ішінен қорытады олар. Асқазан деп отырсың ғой, жоқ екен асқазан. Балықтарда даже жоқ екен, өтірік соғып отырсың.
жоқ, балықта ішегі бар оларда, ішек бар. Асқазанның оның ішегі атқарады қызметін. Міне жазылып тұр ғой, нет желудка деп. Ішек атқарады деп жатырмын олардың қызметін, ас қорыту қызметін. Неғыл деп отырсың сен? Асқазан деген сөзінде тұрмайсың мен. Жоқ, енді айтсайын, ас қорытатын мүше бар оларда, арнайы. Түсіндің ба? Ішке түседі, ішек қорытады оларда. Желудок жоқ деп тұр. Енді саған айтайын, тұратыр. Енді айтайын, тал егу, жол салу, құдық салу, жалпы халыққа пайда беру исламнан келген нәрсе. Өтірікті соқпа. Сен Рим туралы білесің ба? Рим империясы туралы? Жоқ. Сен исламың жоқ кезде, біздің заманымыздың бірінші ғасырында, Құраннан 500-600 жыл бұрын Рим деген империя болған. Рим империясының соққан жолдары әлі күнге тұр. Италияға барсаң қазір, сол кезде соғып тастаған жолдары әлі күнге тұр. Римдіктердің соққан тас жолдарының ұзындығы қазіргі Қазақстандағы асфальт жолдарының ұзындығынан көп. Не айтып отырсың сен? Жол салуда анау мынау деген. Сен римдіктер соққаны уверенсің ба олардың? Конечно. Оның римдіктердің алдындағы бір қауымға пайғамбар деп солар үйреткен шығар. Ой, өтірік шай, ой. Иса жол салу деп десе. Жоқ, Иса деген жоқпын. Иса да біраз нәрсені үйретті. Енді қара, мен саған өтірікші деп айтқан жоқпын ғой. Сен ағаш егу анау мынау деп білесің бе? 7-ші ғасырға дейін адамдар кәдімгідей мықты өркениеттер болған. Мұсылмандарға айтқан өсиетін айтып отырмын саған. Мұсылмандардың өркениеті қане өркениеті? Қане дамыған? Болып жатыр. Не? Қане дамыған өркениет? Мұсылман елдерін көрсетші маған, міне мынау ғылымы білімі дамыған деп. Дамыған ғой, сен шықсайсың сыртқа қарай. Жерге шығайын. Ауғанстанға барайын ба? Араб елдеріне шық. Ауғанстанға кім барасың, сен сияқтылар бар ғой? Пакистанға барайын ба? Сен сияқтылар ханафи мазхабындағы адамдар ғой Ауғанстанда. Жоқ, барған деймін да, сол жақты жаулаған атеистер ғой бәрін құртқан. Жаулаған емес, олар деген итак бұрыннан сол жердегі тұрған талиптар ғой. Жоқ, енді солар инфраструктурадан құртқан солар ғой. Ауғанстан өтіріктен шаршамайсыңдар. Өтірік па не? Сыртқырдың жаулағаны? Жаулай алған жоқ қой қуасыңда. Әскерін алып шығып кетті емес пе жаулай алған? Жаулады қанша жыл бойы. Солай кім бауырым? Жаңағыдай қалай айтсам, атеист деген сен сияқты бір оны осыларда отқан бір шамалы шығар. Қалған атеист емес елдің бәрі. Болмай-ақ қойсын, керек емес бізге болған. Сендердің көбеймегендерің сол. Зато сендердің көбей, сендер сияқты радикалдардың көбейген дұрыс па сонда, Радикал емес, ешқандай радикал емес. Сендер сияқты радикал болады ғой атеистерде. Елді қырады ғой. Діндарлар ма қырып жатқан? Мен Аллаху акбар деп жарылып жатқандарды көрдім, бауыздап жатқандар. Атеистер көбейсе елді қырады. Атеистер сияқты, Сталин сияқты. Атеистер акбар деп тағы да атеистер бар, елді қырып солай массовый жойып жіберген атеистер бар. Дін үшін өлтіріп жатқандарды көрдім да мен, дін үшін адам өлтіріп жатқандарды көрдім ше. Жоқ, массовый бұл кейбір адамдар болады ғой, сен сияқты көп болды. Кейбір, сен де жарайды сол кейбір адамдарға қарап шеше берейік те қорытынды, сен де кейбір адамдарға қарап бәріне жауып отырсың. Жоқ, мен массовый болған оқиғаны айтып отырмын, массовый. Атеистер істеген ғой. Кутайба ибн Муслимнің Хорезмнің халқын қырып тастағаны бар ғой, онда соны да айтайық. Жоқ, ол жерін өтірген, Хорезмді қырған жоқ. Кімнің өткен жылдар жылнамасы деген еңбек бар қазір, кімнің авторы кім еді? Рузбихан бе еді қазір? Жаңа клей негативтері жазып алғансың ғой? Жоқ, оны қалай Хорезм өркениетін қалай атеистерді зерттеп көрмейсің. Кутайба ибн Муслимнің жасағанда тоже. Мына жерде біздің шаруа бар, сен сияқты атеистер сияқты шаруамен айналысып тұрсыз. болды, давай. Жаңа скринді алып тексер. Оны тексер ғой сенің. Тексер, сосын әділдігін айтып, қайтып келіп айт, рас екен ғой деп. Сенің ақпараттарың бәрі өтірік қой? Өтірік, тексермей жатып қайдан білдің өтірік екен? Өтірік қой, сен бағанадан бері жатқан бәрі өтірік қой? Жоқ, тексермедің ғой, тексермей жатып не балашы болсын сен. Основной нәрселердің өтірік болғаннан кейін өтірік деп айтады ғой? Жоқ, сен балашы болсын ғой, тексерген жоқсың ғой сен әлі.
сол жалпы өтірік қой деймін да, сен өтіріктің үстінде өтірік екенін қаяқтан білесің, сен тексерген жоқсың ғой әлі. Тексерсең сосын айтасың ғой өтірік деп. ол тексермей өтірік қой деймін да, сен өтіріктің үстінде әңгімеңді бәрі Қуасың ба, сен тексеріп барып сөйлемейсің ба? ол демейші шаруалар. Тексер құрсын, тексермей ақ өтірік қой дей бермей. Білмейсің ғой өтірік шынын тексермесең. Сенікінің өтірік екенін біліп қойдық, жаңа тексеріп едік.